Қайырлы кеш достар, мен есім Гүлзира, мен психологпын. Сіздерге бүгін треугольник карпіна туралы айтайын деп отырмын. Ол жертва, спасатель, преследователь. Жертва бұл шағымданушы өз өміріне өзі риза болмай, үнемі шағымданып және соған біреулерді кінәлап жүреді. Екінші, құтқарушы, спасатель, ол сол адамдарға көмек көрсетіп, жанашырлық білдіріп аяп жүреді. Преследователь болса, ол осы екі адамның өмірін бақылап, қадағалап, ақыл айтып жүреді. Осы үш состояниеде, үш күйде адамдар үнемі ауысып өмір сүріп жатады. Енді осы үш бұрыштан қалай шығуымыз керек? Ол үшін құрбандық рөлінен шығып шағымданбау үшін өз өміріңіздің жауапкершілігін өз қолыңызға аласыз. Құтқарушы болмау үшін өзіңіздің өміріңізбен өзіңіз сүріп, артық қамқорлық жасамайсыз. Преследователь бақылаушы болмау үшін елдерге ақыл айтпаймыз. Ақыл тыңдайтын адам тыңдай алады, тыңдамайтын адам сіз айтқанмен тыңдамайды. Сондықтан өз өміріңізді өзіңіз сүріп, білім алып, іздене бастайсыз. Үш треугольниктен шығу үшін сіздерге осы тиімді жолдарды ұсынып отырмын. Ізгі ниетпен, Гүлзира ханым.